Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылда өзімнің қолданатын және де ең сәтті шығатын рецепттерімнің бірі аджиканың рецептісімен бөлісемін, яғни кобра ащы деп те атайды. Дәл осы рецепті соңына дейін қарап сақтап алып жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен мен қызанағымды, қызыл болгар бұрышымызды, сарымсағымыздың барлығын жуып тазалап алдым. Келесі кезекте ет тартқыштан сарымсағымызды өткізіп аламыз. Сарымсағымызды ең алдымен өткізіп бір шетке қойып қоямыз, содан соң қызанағымызды өткізіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ет тартқыштан қызанағымыздың барлығын осылай өткізіп аламыз. Қызанағымызды өткізіп болғаннан соң келесі кезекте қызыл болгар бұрышымызды өткіземіз. Ащы бұрыштан мен 2 данасын қолдандым. Егер қатты ащы болғандарын қаласаңыздар, 3-4 не болмаса 5 данасын қолдансаңыздар болады. Ащы бұрыштың ішін тазаламаймыз, жай ғана бас жағын кесіп алып тастап, осылай ет тартқыштан өткіземіз. Мен тек қана 2 данасын қолдандым. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға ең алдымен болгар бұрышымызды, содан соң қызанағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Орташа отта қайнатамыз. Осылай қайнай бастаған кезде дәміне қарай тұз саламыз, аз ғана шекер саламыз, және де жаңағы ет тартқыштан өткізіп дайындап қойған сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Газымыздың отын баяу отта қойып, қазанымыздың аузын жауып, тағы да қайнатамыз. Сол аралықта мен банкілерімізді осылай булап аламын. Мантаварка деп ойлаймын. Астыңғы бөлігінде, яғни кастрөлінде қақпақтарын салып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай біздің аджикамыз осылай қоюлана бастайды. Дәмдеуіштерді қосқаннан соң 15-20 минут тағы да қайнаттым. Көріп тұрғандарыңыздай қоюланып, өте керемет болып шықты. Келесі кезекте жаңағы булап дайындап қойған банкілерімізге осылай құйып шығамыз. Аджиканы негізі мен осындай шағын банкілерге жабамын, сонда свежий күйінде жақсы желініп қалатын болады. Қазір барлығын құйып болғаннан соң қақпақтарын жақсылап қатырып жауатын боламыз. Қақпақтарын барлығын жауып болғаннан соң жылы жерге қойып, үстінен қалың одеялмен, матамен жауып қоюымыз қажет. 1-2 күнге қалдырсаңыздар жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын, түрі өте керемет болып шықты, дәмі де өте тамаша болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарап, және де осы видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.